Дубай Нұрлан Қоянбаевпен Дубай туралы көп ақпаратты естіп жүрміз, білеміз де. Бірақ нағыз арабтармен кездесіп, осы алпауыт шаһарда бизнесін құра білген кәсіпкерлердің көзімен Дубайды көру мен үшін өте қызық. Дубайда болған уақыт ішінде мен бәрін жасай алдым. Әлемдегі ең қымбат коктейлден дәм татамыз. Өмірімнің ең ұмытылмас күнін араб шейхінің рөлінде өткіземін. Роботтар басқаратын түйелердің ең құмар ойындарының қатысушысы болдым. Бүгін мен араб арулары туралы барлық көзқарастарымды жоятын араб әйелмен танысамын. Әмірліктерде біздің қазақ бауырларымыз қайда жұмыс істейтінін және қанша ақша табатынын көреміз. Сіз үшін Дубайдың ең керемет жерлерін ашамын. Сонымен менің әмірліктегі оқиғаларым жалғасуда. Мен араб әмірлігінде аты аңызға айналған доктор Суат ханыммен кездесуге барамын. Ол әдемі, бірақ экранның жұлдыз емес. Ол Поршыны айдайды, гауһармен жарқырайды, бірақ бұл шейхтің сыйлықтары емес. Бұл араб дивасы өзінің барлық байлығын өзі ақылымен, еңбегімен тапты. Ол ұшу кезінде жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, авиамоторлар жасайды. Бұл әйелдің өмірі араб қоғамына қиындық тудырады. Әлемнің барлық елдерінің журналистері доктор Суаттан сұхбат алуға армандайды. Бірақ ол ешкімге сұхбат бермейді. Ал бізбен кездесуге келісті. Тіпті біздің түсірілім тобын үйіне шақырды. Достар, дәл қазір біз жергілікті арабтардың тұратын ауданындамыз. Қонаққа келдік. Маған бұл сұхбатта көмектесетін Алпамыс. Алпамыс, қал жағдайың қалай? Керемет, жақсы. Дубай ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Нұреке неге өзі арт жақта жүріп жатыр? Дәстүр бойынша біз арабтардың үйіне осылай артқа қарай жүру керек екен. Солай ма? Рас па? Әзіл ғой, жүрміздер. Әйел адам үйіне шақырып, күйеуі ұрыспай ма? Жоқ, себебі күйеуі өзімен бірге күтеді деп айтты. Яғни біздерді қазір қонақ жайлығын көрсетіп күтіп отыр бірге. Бұл жүрмей ма қазір? Ал білмеді, көрейік бірге. Жүріңіздер. Ассаламуалейкум. Ассаламуалейкум. Ит жоқ па? Ит? Кеш жарық, біз Алматыдан сізге сыйлық алып келдік. Рахмет. Бұл сізге көп рахмет. Рахмет. Суат ханым, жолдасыңыз үйде ме? Суат ханым, жолдасыңыз үйде ме? Жоқ, өкінішке қарай ол жұмыста. Мен сізді күттім, үйге өтейік. Қош келдіңіз. Бұл сіз үшін араб шрифтімен жазылған кішкентай сыйлық. Араб тілінде бұл махаббат дегенді білдіреді. Доктор Суат маған махаббат талисманын сыйға тартты. Егер біз адамға араб жазуы бар сыйлық берсек, ол мұны есіне түсіріп, Дубайға тағы бір рет келеді. Сіз менің кішкентай араб үйімде қонақта екеніңізге қуаныштымын. Балалар сізді көруге қуанышты болады. Олар осында. Мен оларды шақырайын. Менде бір сұрақ болып тұр. Қазіргі заманда, интернеттің дамып жатқан заманда, қазір балдар көп немен жүреді, телефонмен, гаджетпен. Сіздер мысалға осы балдарыңыз көп ойнай ма? Күнде ойындармен? 2 сағаттан артық емес, бірақ бәрі жарты сағатқа, ең көбі 1 сағатқа бөлінеді. Мен оларға Майнкрафт білім беру ойыны сияқты ойындарды жүктеуге тырысамын. Және оларға, мысалы, рестлингті қарауға рұқсат етемін. Ұлдар ғой. Сәлем, қалың қалай? Мұнда кел. Бұл менің кенжем. Оның аты Сұлтан. Ассаламуалейкум. Мен оны капучино деп атаймын, өйткені жүктілік кезінде мен капучино көп ішетінмін. Бұл Юсуф, біз оны пайғамбар Юсуф деп атаймыз. Ал Сұлтан менің әкемнің есімімен аталады. Екі баланың анасын ұшақ қозғалтқыштарымен айналысатын инженер ретінде елестету өте қиын.
Мен ұшақтардың сынуын жөндеймін. Қазір мен әлемдегі 3-ші ірі әуежайда кеңесші ретінде жұмыс істеймін. Жақында ашылу рәсімі. Мен сендерді шақырамын. Рахмет үлкен, міндетті түрде барамыз. Мен ақша туралы сұрағым келіп тұр, кешірім сұраймын. Алдын ала өйткені енді Дубай деп естіген кезде міндетті түрде ақшасы көп, мұнай деген сияқты көп тақырыптар қозғалады. Сондықтан да менде сұрақ, осы сіздердің жұмыстарыңызда орташа айлық қанша? Жоқ, біздің жалақымыз бірдей. Біздің президент ереже енгізді. Ерлер мен әйелдердің жалақысы тең болуы керек. Дубайда өмір сүру қымбат, сондықтан мемлекет бізге көмектесуге тырысады. Тек бір нәрседе ерлер мен әйелдер төлем тұрғысынан ерекшеленеді. Егер ол үйленгісі келсе, оған үйлену үшін бөлек ақша беріледі. Деген мемлекет бұл. Я, ол 70-80 мың дирхам алады және исламға сәйкес ол 2-ші, 3-ші және 4-ші рет үйлене алады. Сондықтан сендерде үйленбеу мүмкіндігі жоқ. Достар, Дубайда әрбір балаға егер үйленем десе, $25,000 үкімет береді екен ақша. Егер 2-ші рет үйленетін болса, тағы да береді. 3-ші әйел алам десе де, тағы да береді. Шариғат бойынша 4 рет үйленуге болады. Бұл жердің заңы бойынша, яғни 4 рет. Үйленбеймін, ақша жоқ деген бұл жерде өтпейді екен. Сондықтан да үкімет әр баланы уайымда, және мектеп болсын, университет болсын, үкімет тарапынан ақша бөлінеді. Суат ханымның еңбегі өте жоғары бағаланады. Суат ханым сияқты инженерлер Араб әмірлігінде айына 60.000 дирхам алады, яғни $16,000. Сонымен қатар, бұл таңғажайып әйелдің адалдығы мен шеберлігі жоғары мемлекеттік наградалармен марапатталды. Бұл марапаттар мен үшін өте маңызды. Бұл өте маңызды марапат. Мен оны авиация және машина жасау саласында қосқан үлесім үшін алдым. Суат ханым үйде қандай супер келін екенін көрдік. Енді Суат ханымның жұмыс орнына барып, осындай нәзік қолдар, үлкен қозғалтқыштармен қалай жұмыс істейтінін көргім келіп тұр. Сондықтан да біз бүгін сәл келінірек кездесуге келістік. Осы уақытта Дубайдың ғажайыптарынан ләззат алайық. Дубай таң қалудан шаршамайды. Бүгін алып шаһарда басқа, мүлдем басқа жағынан көреміз. Кеттік. Дубайда бір керемет ереже бар. Егер мүмкіндік болса, әлем бойынша барлық жағынан бірінші болуымыз керек деген. Мұнда көптеген аялдамалар жабық және кондиционерлермен жабдықталған. Полиция Феррари, Lamborghini және Bentley көліктермен жүреді. Дубайда сіз алтын құймаларын сататын автоматтарды көре аласыз. Сусындар мен шоколадтар сияқты. Жергілікті метроға машинисттер қажет емес. Пойыз автоматты түрде басқарылады. Жүргізушісіз таксилерді көресіз. Бірақ мен ондай таксиге мінбейтін шығармын. Өйткені жүргізуші жоқ таксиде не істейсің? Саясат туралы әңгімелесе алмайсың, ән айтпайсың. Мама, я в Дубае! Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае! Дубайда қайда барсаңыз да, мұнда не ең биік, не терең, не кен нәрсе бар екендігі бірден белгілі болады. Я, олар мұнда барлық ең мықты деген нәрсені жасауға тырысады. Дубайдан жарты сағаттық жерде, шөлде, көзге көркем Аль-Кудра көлдері ашылады. Бұл керемет өсімдіктермен қоршалған қолдан жасалған көлдер. Мұнда құстардың 180 түрі мекендейді. Фламинго колониялары шөлдегі бұл ерекше ландшафтты ақ қызғылт етеді. Құрлықта түлкі қарақұйрық мекендейді. Араб түбегінің ыстық құмдарының арасында әлемдегі алғашқы және жалғыз тау шаңғысы курорты бар. Мұнда сноубордшылар мен шаңғышыларға арналған трассалар, лифттер бар. Әмірліктерде 50 градус ыстық болса да, мұнда арнайы қондырғылар 10 мың тонна нағыз қар шығарады.
Бірақ бізге доктор Суатқа оралудың уақыты келді. Most welcome. Қош келдіңіз, төрге өтіңіз. Our place. Самолет моторы осы ма? Иә, дәл өзі. Қандай металдан жасалған? Бұл алюминий қорытпасы. Бұл қорытта қозғалтқыш үшін арнайы жасалған. Бұл бүкіл қозғалтқыш корпусын көруге болатын жалғыз кішкентай бөлігі. Енді сіз әдетте адамдардың көзінен жасырылған мәліметтерді көре аласыз. Әдетте олар толығымен ұшақты көреді. Ұшақтың жүрегі ол мотор. Ал доктор Суат сол моторға дем береді. Тамаша. Көріп шығу бола ма? Мұнда сіз көрген барлық нәрсе осы бөлік соның ішінде. Бұл ұшқыштар отыратын ұшақ кабинасының бөлшектері. Соның бәрін сіздер көріп отырсыздар. Міне негізгі көрсеткіштердің бірі. Айтпақшы, сіз оны оқи аласыз ба? Сіздің тіліңізге ұқсас. Ем, бұл орыс тілінде жазылған ғой. Гидросистема, жеделдету, сигнал ысыру. Я, жүрген кезде абай болыңыз, өйткені мұнда арнайы қорғаныс аяқ киім кию керек. Жабық түрдегі. Я, сіз бас аласыз. Аяқты басыңыз. Жоқ, сіз әйелсіз ғой. Бұл қауіпсіз, көріңіз. Уайымдамаңыз, бұл қорғаныс аяқ киімі. Бізде мен басқаннан кейін бізде сізде басуыңыз керек, ата ұрсып қаламыз. Алайда бұл керемет ханымға қарап отырып, бір ой келеді. Әлемде бұл кісіге, доктор Суатқа бағынбайтын нәрсе бар ма? Бұл Суат ханым өзі мысалға ұшу керек болса, самолетпен ұша ала ма? Тек жеке меншік. 2 жолаушы үшін, бірақ мен жөндеуді жақсы көремін. Сіз самолетпен ұшып келатқан кезде, өзіңіз турист ретінде ұшып келатқан кезде, двигательдің, мотордың қалай жұмыс істеп жатқанын сезесіз ба? Я, инженерлердің тағдыры осындай. Бұл біздің инженерлік қабілетіміз. Суат ханым Араб әмірлігіндегі авиация инженер ретіндегі жалғыз әйел адам. Енді әр уақытта ұшаққа отырған кезде доктор Суаттың жұмыс істеген сәті еске түсіретін болдық қой. Араб әмірлігінде әйелдер үйде және тек күйеуін қуантып, балалармен отырады деп ойлайтын адам қатты қателеседі. Дубайда әйелдер министрлер, әйелдер полицияда жұмыс істейді, судья, өнер тапқыштар, бизнес-вумендар. Абайы мен хиджабтың астында олар өздерін тәуелсіз сезінеді. Сонымен қатар олар көптеген артықшылықтарға ие. Олардың метрода өз орындары бар, өздерінің сұлулық салондары, олар үшін арнайы құрылған мекемелер. Ерлер әйелдер патшалығына кіре алмайды. Сондықтан достар, Dubai Business Women Council ғимаратына менің досым Ольга баратын болды. Я нахожусь сейчас в Dubai Business Women Council. Мен қазір Dubai Business Women Council Дубайдағы әйелдер кеңесінде тұрмын. Бұл өте құпия орын. Бұл араб әйелдері сүйетін орын. Бұл оларға күш береді. Мұнда бизнес дамуда осы жобаны құрудың басында тұрған адам Надин. Помогающий женщинам. Ее зовут Надин. Барлығыңызды көргеніме қуаныштымын. Мені сұхбатқа шақырғаныңыз үшін рахмет. Менің ойымша біріккен араб әмірліктерінде ер адам емес, әйел болған жақсы. Өйткені олардың сіз ойлағаннан мүмкіндіктері көп. Сіз қалай ойлайсыз? Шынымды айтсам, бұл әйел болу үшін тамаша орын. Сізді мұнда құрметтейді, қолдайды, табысқа жетелейді, сіз жақсарасыз. Әйелдер үшін бұл жерде шек жоқ. Біз мұнда өте бақыттымыз. Dubai Business Women Council әйелдерге қалай көмектеседі? Біз ай сайын семинарлар мен форумдар өткіземіз. Біз белгілі бір әдістер, дағдылар, тактикалар, бизнестегі соңғы жаңалықтар туралы сөйлесеміз. Бізде кәсіпкерлік мектебі бар. Бұл Dubai Business Women Council'дың маңызды бөлігі. Біздің мектепте әйелдер жетекші мамандардан ақыл кеңес алады. Өз бизнесін қалай құруға немесе дамытуға болатынын біледі. Бізде тағы бір ірі жоба бар. Бұл тәлімгерлік. Біз кез келген кәсіпкер, ер адам немесе әйел болсын, өз дағдыларын жетілдіру үшін және дамыту үшін ең жақсы мамандардан үйренуі керек деп санаймыз. Бұл тәлімгерліктің мәні. Dubai Business Women Council ғимаратының көмегімен кез келген ұлттың әйелі пайдалана алады. Айтпақшы, Надиннің өзі Ливанның азаматы. Белгілі болғандай кәсіпкерлік мектебінде біздің отандастарымыз да бар. Мен Dubai Business Women Council'ды кездестірген қазақстандық әйелдерді білемін. Олар Дубайда тұрады. Бұл әйелдер ынталы, олар өсіп, дамып, бизнесін жақсартқысы келеді. Міне сондықтан олар Dubai Business Women Council құрамына кіреді.
membership platform. Дубай бұл арман, бұл аңыз. Әлемдегі ең керемет мегаполистердің бірі. Бұл жерде адал жұмыс істеуге дайын барлық адамдарға жағдай жасалған. Айтпақшы, Қазақстаннан келіп жұмыс істеп жатқандар өте көп. Мысалы, біздің көптеген отандастарымыз доктор Нашаттың фармацевтикалық компаниясында жұмыс істейді. Оның өзі Үндістаннан келген, бірақ оның әмірліктегі бизнесі өркендеп келеді. Құмды даладағы зәулім шаһар бүгінде әлемнің астанасындай. Доктор Нашат сияқты түрлі ұлт ұлыс өкілі үшін Дубай екінші үйіне айналған. Рахмет. Ассалаумағалейкум, доктор Нашат. Сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Сағат 4 уақытты көрсетеді. Дубай, Лондон, Алматы, Ташкент. Неге Алматы, Ташкент? Сол жерден үлкен жетістіктер болды. Сондықтан Алматы және Ташкенттің уақыттарын білу керек. Сонда Алматыда да, Ташкентте де бизнесіңіз бар ма? Я, Ташкентте, я. Ал біздің телекөрермендерге сіздің компанияңыз немен айналысатынын айта аласыз ба? Біздің компания сіздер білетіндей онкология мен вакцинамен байланысты күрделі препараттарды жеткізумен айналысады. Сіз сонда қанша елде жұмыс істейсіз? Барлық дерлік елдер, араб елдері және толығымен Еуроодақ, ТМД, Африка континенті. Егер ТМД-ны алатын болсақ, Қазақстан біздің ең перспективті нарығымыз деп айтуға болады. Сіз Қазақстанда жиі болып тұрасыз ба? Я, 3 айда 1 рет барып тұрамын. Қай қалада? Біздің өкілдігіміз Алматыда орналасқан. Үлкен коллектив, я? Я, бізде 200-ге жуық адам жұмыс істейді. Біздің қызметкерлеріміздің 15-20% Қазақстаннан. Біздің қазақстандықтар сіздің компанияда қалай жұмыс істейді? Олар керемет жұмыс істейді. Олардың бір мақсаты бар және олар оған қол жеткізеді. Бұл өте жақсы. Олармен танысуға бола ма? Әрине болады. Әмірліктердің барлық байлығы мен жергілікті жайлы өмір келушілердің қолымен жасалады. Соңғы 40 жылда ел халқы 20 еседен астам өсті. Әуежайда такси жүргізушісі, сауда орталығындағы сатушы, даяршылар. Мұнда жұмыс мақсатымен келген шетелдіктер көбінесе осында мәңгі қалады. Қазақтар негізі туристік бизнесте, мейрамханада және доктор Нашат сияқты компанияларда жұмыс істейді. Достар, таныс болыңыздар. Алматының жігіті, қазақстандық Аслан осы компанияда жұмыс істейді. Аслан, танысқаныма өте қуаныштымын. Аслан, танысқаныма өте қуаныштымын. Қашаннан бері сен бұл компанияда жұмыс істейсің? 12 жыл болды. Олардың ішінде Дубайда 8 жыл жұмыс істеймін. Сен үйленгенсің бе? Отбасы, балалар? Мен үйленгенмін, я. Отбасы мен балалар да менімен бірге тұрады, я. Үлкен ұлым 17 жаста, кішісі 12 жаста, қызым кішкентай, өткен жылы дүниеге келген. Мен тек мектеп туралы сұрағым келеді. Араб тілінде ыңғайлы ма? Өте ыңғайлы. Менің үлкен ұлым араб мектебінде оқиды. Оқу араб тілінде өтеді. Кіші ұлым орыс халықаралық мектебінде оқиды. Бұл Дубайдағы жалпы әмірліктердегі орыс тіліндегі жалғыз мектеп. Я. Сіз қай елде көп жұмыс істейсіз? Дубайда жұмыс істейсіз бе, әлде? Біз ТМД елдері бойынша жұмыс істейміз, яғни ТМД елдері негізінде. Қазақстан бұл өте үлкен нарық. Біздің компания үшін ең үлкен нарықтардың бірі. Бұл қазіргі уақытта ең үлкен нарық. Достар, қазақстандық Алматының жігіті Аслан осы компанияда жұмыс істейді екен. Бізде Аслан танысқаныма өте қуаныштымын. Жалпы қазақстандықтар шетелдік компанияда қалай жұмыс істейді екен? Нұрлан, сізбен 2018 жылы Шарджа әуежайында кездестік. Сіз Дубайға қазақша бизнес түсірілімінен оралдыңыз. Сіз түсірілім тобымен бірге болдыңыз. Біз сол кезде таныстық. Менде тіпті телефон болды, бірақ содан кейін оны жоғалтып алдым. Бізде селфи болды, бірақ ескі телефонда. Мен бұл жерде танысымды кездестірем деп күтпедім. Қыздың аты Наталья екен, бірден есіме түсірдім. Дубайда жұмыс істеу сізге жалпы өзіңізге ыңғайлы ма? Я, білесіз бе, мен Дубайда жұмыс істегенді ұнатамын. Бұл өзіңді ашуға, таланттарыңызды ашуға және кәсібилігіңізді арттыруға мүмкіндік беретін әмбебап орын. Тек бизнес иелері немесе бизнес акулалары ғана емес, қарапайым қызметкерлерге де. Мұнда сізде ағылшын немесе араб тілдерінде жұмыс жүргізіледі ме? Негізінен ағылшын тілінде. Бұл қызықты жұмыс. Әрине, біз күні бойы жұмыс істейміз, бірақ демалыс күндері, мысалы, сіз Алматыда тұрдыңыз ба?
Иә, мен Алматыда тұрдым. Алматыда достарыңыз бен таныстарыңыз бар. Сіз қандай мейрамханаға баруды, нан сатып алуды білесіз? Мұның бәрі Дубайға келді ме? Біздің ішкі тұрмысымыз осы жерде ұйымдастырылған. Бірақ ол Қазақстаннан өте ерекшеленеді, өте өзгеше. Себебі Қазақстанда біз табиғатқа жақынбыз. Шын мәнінде бұл жақындық ол бізге эмоционалды тұрақтылық, эмоционалды тыныштық береді. Демалыс күндерін дәл осы жерде өткізуге болады. Дәлірек айтсақ, мұнда қарағанда көбірек релаксация алуға болады. Бірақ біз демалыс күндерімізді және уақытымызды Эмираттарға да арнадық. Бұл туралы айтып беріңізші. Яғни қыста біз шөлге бара аламыз. Айтпақшы, сіз тіпті сноубордпен дөңдерден жүре аласыз. Мен бәрін көрдім, түсіндім, иә. Иә, құмнан. Яғни сіз көлікпен жүре аласыз. Бірақ біздің негізгі ойын-сауық жағажай, немесе мол. Айтпақшы, Дубайда молдарға тек қана шопинг үшін бармайды. Мынау ескі Дубай мол. Дубай мол, Дубай марина. Бәрі мұнайдың арқасында. Иә, мұнай қорының арқасында Дубай әлемдегі ең үлкен сауда орталығына ие бола алады. Ол айтпақшы, планетадағы ең биік ғимарат Бурж Халифа мұнарасының жанында орналасқан. Дубай сауда орталығы қаладағы қала. Мұнда 1200 дүкен ғана емес, кез келген талғам мен амиян үшін барлығы бар. Сауда орталығынан шықпай-ақ Гиннестің рекордтар кітабына енген үлкен аквариумды көре аласыз. Мұнда 30 000 теңіз тұрғындары, соның ішінде ең қауіпті акулалар мен скаттар бар. Мұнда сіз аквариум астындағы туннель арқылы өтіп, шыны түбі бар қайықпен жүзе аласыз. Су астындағы хайуанаттар бағында қолтырауындар, тіпті пингвиндер де тұрады. Дубай сауда орталығында сіз коньки тебе аласыз. Шынында да адам мен ақша ғажайып жасайды. Бір сөзбен айтқанда, Дубай сауда орталығы бұл демалуға арналған тамаша орын. Көптеген туристер де солай істейді. Демалыс уақытын тек қана осы жерде өткізеді. Алайда мен туризм туралы Дубайдағы ең жақсы қонақ үйлердің бірінде бас менеджер болып жұмыс істейтін жақсы досым Даниярмен сөйлесуді шештім. Жалпы Дубайда сондай бір не бар ма, анализ? Қай мемлекеттен ең көп турист келеді? Мысалға, Германиядан, немесе Ресейден деген сияқты. Дубай қаласына көбінесе Европадан келетін, біздің ТМД мемлекеттерінен көп келеді, Ресейден, біздің Қазақстаннан да көп келетіндер бар. Дубайда тұрып жатқанда қанша жыл болды? Менің қазір осы 2022 март айында 10 жыл болады. 10 жыл болады? Келгеніме. Жалпы Дубайдың өсіп келе жатқан өз көзіңмен көріп келе жатсың. Былай айтсам, иә. 10 жыл бұрын мына ғимарат болған жоқ ЖБРда. Бұл ғимарат болмаған, әлі проектте болмаған секілді. Мен келген кезде, өйткені біз Риксис отелінде жұмыс істедік Пальмада, Джумейра Пальмада. Ол 2012-де ашылды, жылдың басында. Сол кезде әлі көп нәрселер жабық еді. Келіп жатқан қонақтар. Енді Дубайдың өзім шынымды айтсам, өзім қыдырып үлгере алмаймын. Бір айдың ішінде бір жаққа шықпасаңыз, Дубайда өзгеріп жатқан нәрсе. Дубай молда болдың ба 10 жылда? Болды. Жоқ, енді сұрап жатқан себебім, өйткені біз Даниярмен жиі кездесеміз. Иә, ол рас. Біз енді жұмыс көп болады. Енді біздің халықта туристер көп келгендіктен отельде, мысалы, туристер көп жатады. Жауапкершілік болғандықтан, аяқ астынан бір жұмыс шығып қалуы мүмкін. Сол себепті біз енді сыртқа шығуымыз сәл қиындау. Көп, енді мен туыстарым, достарым көбісі ойлайды, негізі судан шықпайтын шығарсың деп. Жоқ, Даниярдың жұмысы рахат деп па? Иә, Даниярдың жұмысы рахат деп. Бірақ әртүрлі мінездер кездеседі. Енді біздің отельде толған кезде, мысалы, 1000 шақты, 1200 адамға дейін толады, мысалы. Әрқайсының өзінің характері бар. Біз енді туризм саласында болғаннан кейін, отельде жұмыс істегеннен кейін, солардың көңілін аулауға тырысамыз, әрқайсысына ұнауға тырысамыз. Енді келген адам осы жерден, мысалы, біздің отелімізден, Риксис премиум Дубай отелінен күлкімен шығу керек, күліп шығу керек, көңілді шығу керек. Сол себепті бар күшімізді саламыз, барлығын түсінуге тырысамыз. Енді психологиялық жағынан да оқуға тырысамыз қонақтарымызды. Андай бола, мысалы, өзімізде кейде бір отельге барған кезде, сол отельдің нөмірдегі жаңағы тапшкесін алып кеткім келеді да, мысалға, ол байып кетем, одан пайдақорлық емес, просто ыңғайлы да, жаңағы жұмсақ. Сондай кездер бола ма? Біреу жастықты алып кетіп баратқан. Ол негізі енді мен өзімді шынымды айтсам, 5 жұлдыз отель болғаннан кейін бір естіп жатқандарым бар. Ол көбінесе
әртүрлі каналдарда мысалы айтып жатады, қонақтар алып кетіп жатыр екен. Бірақ енді біздің қонақ үйімізде профиль жоғары, қонақтарымыздың ондай істеуге енді былай айтсақ дәті батпайды, ондай істегісі келмейді. Енді бұл жаққа келгенде люкс қонақ үйде жатқаннан кейін. Данияр, отельде былай енді сыртынан қарасам, Қазақстаннан көп қарындастарымыз жұмыс істеп жатыр. Өзің арнайы шақырасың ба, жоқ, өздері келе ма? Енді біздің жастар енді шығып жатқаны. Бір жағынан әрине көмектесеміз жұмысқа орналасуына. Енді өсіп өнгені дұрыс. Енді ол әрбір өскен адам, мысалы біздің мемлекетке барып, бір ең қалмағанда бір бизнес ашуға уже дайын адам болып барады. Рахмет. Данияр, барлық жақсылық тілейміз, жұмысыңызда сәттілік. Уақытыңды бөлгенге көп-көп рахмет. Сіздерге рахмет, уақыттарыңызға. Міне достар, менің эмираттық саяхатым осымен аяқталды. Ертең үйге президенттік халат пен тәпішкені өзімен бірге алып кетейін ба? Сатамда өзіме жаңа көлік сатып аламын. Жоқ достар, әзіл ғой. Данияр айтқандай, тәрбиесі жоғары қонақтар ондайға бармайды. Сонымен біз Дубаймен қоштасамыз. Бұл қалаға оралғым келеді, бұл қалада жоғалғым келеді.